Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз 90-шы сабақ бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Каналымызға тіркеліп, лүпіл басып жіберейік оқушылар. Енді бірінші тапсырма. Егер қар өте көп мөлшерде жауса, қозғалу қиынға түседі дейді. Жолаушылардың жылдамдығы күн райы жақсы күндерге қарағанда әлдеқайда төмен болады. Бір елді мекеннен екі жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Біріншісі 70 метр минут жылдамдықпен қозғалды. Екіншісі 10 минуттан кейін біріншісінен 600 метрге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды дейді. Бірінші біз жылдамдықты тауып алу үшін былай жасаймыз. S тең VT формуласы бойынша осыда жылдамдықты табу алу үшін S-ті T-ға бөлеміз. Сонда 600-ді 10-ға бөлеміз. Жауабы 60 шығады. Енді екінші жылдамдықты табу алу үшін жылдамырақ жүріп дейді. 10 минуттан кейін біріншісінен 600 метрге озып кетті деп тұр ғой. Сол үшін 70-ке 60-ты қосамыз. 130. Демек, екінші жолаушы 130 метр минут жылдамдықпен жүрді. Келесі есеп, елді мекендерінің бірінен екі мәшине жолға шықты. Бірінші мәшиненің жылдамдығы 70 км сағат, ал екінші мәшине жылдамырақ қозғалып 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км озып кетті. Ол қандай бір жылдамдықпен қозғалады дейді. Бұл да дәл сондай есеп. Жылдамдықты тауып аламыз, S-ті T-ға бөлеміз. Жылдамдықты тауып алу үшін 10-ды 2-ге бөлеміз. 5 км сағат. Енді мына жерде 70-ке қосамыз 5-ті. 75 км бөлінген сағат. Келесі төртінші есеп. Серік пен Арман бір уақытта ауылдан өзенге қарай велосипедпен шықты. 1 минутта 250 метр жылдамдықпен жүрген Серік 20 минуттан кейін өзенге жетті. Егер Арман 1 минутта 200 метр жылдамдықпен жүрген болса, онда ол Серіктен қандай қашықтықта болды дейді. Енді осы есепті тауып алу үшін біз былай шығарамыз. Екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі 250-ді бірінші жылдамдықты 20-ға көбейтеміз уақытқа. Сонда 5000 деген метр жүрген жолы шығады. Сосын 200-ді де 20-ға көбейтеміз екінші жылдамдықты. 4000 метр шығады. Енді 5000-нан 4000-ді азайтамыз. Екеуінің ара қашықтығын тауып алу үшін 5000-нан 4000-ді азайтамыз. Сонда 1000 шығады. 1000 метр. Енді бұның екінші тәсілі бар. 250-ден жылдамдықтарды азайтамыз. 50 болады. Және 50-ді 20-ға көбейтеміз уақытқа. 1000 болады. Екеуінің де жауабы 1000, тек тәсілдер әртүрлі. Келесі 5-ші есеп, өрнектер құрып, олардың мәнін тап. 900.100 санынан 694 пен 705 сандарының көбейтісін азайтып, және 154.080 мен 428 сандарының бөлінісіне арттыр дейді. Яғни 900.000, мында жазайын, 900.000 санынан азайтуымыз керек 694 пен 705-ті көбейтіндісін. Және осы шыққан санды, осыдан шыққан санды бүйтіп алайын, қосуымыз керек 154.080-нің бөліндісіне 428-ге. Енді 694-ті бірінші көбейтуіміз керек 705-ке. Қарайықшы, түсін өзгерді. 694-ті 705-ке көбейтсек, бізде 489.270 шығады. Енді одан 90.000-ды азайтуымыз керек. 90.000-нан осы 489.270-ді азайтсақ, бізде мына шақшадан жауабы шығады 410.830. 410.830.
830. Енді оған бірінші мынаны бөліп аламыз. 154.080-ді бөлеміз 428-ге 360 шығады. Енді екеуінің мәндерін қоссақ, 410.830-ға қоссақ 360-ды бізде 411.190 шығады. Келесі есепте көппен жазайын. Так, 2603 пен 58 сандардың көбейтіндісіне дейді, миллион мен 19.975 сандарының айырмасын 75 есе кемітіп, оларды қос дейді. Бұл есеп былай болады. 2603-ті көбейтуіміз керек 58-ге, және одан қосуымыз керек миллион мен 19.975 сандардың айырмасын 75 есе кемітіп деп отырамыз. 75-ке бөл деген сөз. Енді мәндерін қызыл ручкамен жазайын. Так, 2600 бірінші мұнай көбейтіндіні орындап алуымыз керек. 2603 пен 58-ді көбейтетін болсақ, бізде жауабы 150.974 болады. Енді миллионнан 19.975 азайтсақ, 980.025 болады. Енді 980.025-ті бөлеміз. Мына жерден бізде шығады 13.067. Енді 13.067-ге қосуымыз керек 150.974-ті. Сонда бізде жауабы шығады, екеуін қосатын болсақ, 164.041. Жауап шығады. Келесін көк ручкамен жазайын. Б есеп. Так, мұнда жазайын. Б есеп. 39.096 мен 54 сандарының бөліндісімен 2306 сандарының қосындысын 35 есе арттыр дейді. Яғни 2306-ға қосуымыз керек. Мына жерде 39.096-ны 54-ке бөліндісін және осыдан шыққан санды 35-ке көбейтуіміз керек. Енді осының шығарылу жолын жазайын. Бірінші мына бөліндіні орындаймыз. Бөліндіні орындаған кезде 724 шығады. Осы жақшаны ішінде енді қосу амалы қалып тұр. 2306-ға 724-ті қосуымыз керек. Бұл жердегі жақшадан шығатын мән бізде 3030 деген мән. Енді осы 3030-ды 35-ке көбейткен кезде бізде шығады 106.050. 106.050. Осымен 5-ші есеп аяқталады. Келесі есеп 6-шы тапсырма. Цистернада 60 тонна су болды дейді. Енді күнделікті одан таңертең бақшаны суғару үшін 6 тонна су алып, таңертең 6 тонна су алады екен. 60-тан таңертең 6 тонна су алады және 4 тонна су құяды. Яғни алу болса минус, қосу құятын болса плюс болады. 4 тонна су құяды. Неше күннен кейін кешке цистернада су 20 тонна болады. Бірінші күні 60-тан 6-ны азайтамыз, таңертең 54 болады. 54-ке 4-ті қоссақ 58. Енді екінші күні 58-ден 6-ны азайтамыз 52, оған 4-ті қосамыз 56. Үшінші күні дәл сондай 54. Көрдіңіздер ма? 2-ге кеміп отыр. Төртінші күні 54-ден 6-ны азайтамыз 48, 48-ге 4-ті қосамыз 52. Тағы да 2-ге кемітеміз. 50, тағы да 2-ге кемітеміз. 6-шы күні 48, 7-ші күні 46, 8, 44, 9, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20. Міне 7-ші күні 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Қарайық балдар, міне 20-шы күні 20 тонна болды деген сөз. Яғни 2 тоннадан кемітіп отырамыз. Әрқайсысын, демек 20-шы күні 20 тонна болады. Келесі есеп графикте 2 және одан да көп қозғалыстағы нысанды көрсетуге болады. График бойынша шаңғышы жаяу жүргіншіні сағат нешеде жолға шыққанын анықта. Тоқтағанға дейін олардың жылдамдығы қандай болды, оны қалай есептейсің? Әрқайсының аялдау ұзақтығы қандай болды? Шаңғышы жаяу жүргіншіні қуып жетті ме дейді. Шаңғышы көріп тұрғанымыздай 11-де бастады. Міне, шаңғышы. Жазайық шаңғышы деп. Шаңғышы. Шаңғышы 11-де бастады. Ал жаяу жүргінші көріп тұрмыз 9:00-де бастап тұр. Жаяу жүргінші бастады. Енді шаңғышының аялдамаға дейінгі, мына жерге дейінгі жылдамдығы бізде анықтаймыз қазір. 8 көбейту, мына жерге дейінгі 8 көбейту 12-ден 11-ді азайтамыз. Және оны тең болады 8 көбейту 1. Тең 8 км/сағат. Енді жаяу жүргінші, бұл шаңғышының жылдамдығы. Енді жаяу жүргіншінікі 10-ды бөлеміз 11 азайту 9. 11 азайту 9. Және бұл бізде 5 болады. Енді аялдау ұзақтығы 13:00 мен 12:00-дің арасы. Міне, 12:00 мен 13:00-дің арасы ғой. Мына жер. Ал кімдікі 13:00 мен 12:00 мен 11:00-дің арасы. Мына жер. Жаяу жүргіншінікі 12 мен 11-дің арасы 1 сағат. Бірінші аялдау және 14:00 мен 13:00-дің арасы. 13:00 мен 14:00-дің арасы, міне жер. Енді жаяу жүргінші мен шаңғышыны аялдау саны және олардан кейінгі жылдамдығы осы. Аялдау, міне, былай жазып қойын, шаңғышы шаңғышы 12 мен 13-дің арасында 1 сағат, ал жаяу жүргінші 12:00 мен 11:00-дің арасында 1 сағат аялдады. Ал енді 14:00 мен 13:00-дің арасында тағы 1 сағат аялдап тұр. Енді олардың аялдау уақыты осы. 8-ші тапсырма. Айна тұратын ауылға 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Қарды тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар жұмылдырылды. 2018 жыл 4 цифрмен жазылады. 0, 2, 1, 8 деп. Осы 4 цифр арқылы алдағы жылдарды неше рет жазуға болады дейді. Енді осыны жазып көрейік. 2018 1. 2018 бұл біріншісі. Одан кейін 2081 деп алуға болады. 2108 деп алуға болады. 2180 деп алуға болады. 2801 деп алуға болады. 2810 деп алуға болады. 8012, 8021, 8102, 8120, 8201 және тағы 8201 айттым, 8210. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рет. 12.
Келесі тапсырма. Қар тазалайтын екі мәшине таңғы сағат 8-де шығып, бір бағытқа қарай жүрді. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 6 километр болды. Егер екіншісінің жылдамдығы 30 км/сағат болса, онда бірінші мәшиненің жылдамдығын тап. Бірінші көліктің жылдамдығы бізде x. Онда x минус 30 деп қалу жылдамдығын айтамыз. Енді 6 сағатты бізде 6 километрді көбейтеміз x минус 30-ға және оны тең деп аламыз 11 мен 8-дің айырымына. 11 мен 8-дің айырымына. 11 сағат пен 8-дің айырымына уақытқа тең деп аламыз. Бұл мынандай формула ғой. S көбейтілген F тең Т. Енді осыдан x минус 30, 11-ден 8 азайтсаң 3 болады. Дұрыс қой, 3 болады. 6, 3 болады. Енді мына екеуін қысқартамыз. X минус 30 тең 6 деп орындарын ауыстыруға болады. 3x минус 90 тең 6, 3x тең 84, x-міз тең 24. 24 па? Жоқ, 32. 32. Демек, бірінші көліктің жылдамдығы 32-ге тең.